Саламатсыздар ма балалар? Бүгін біз 4-ші сыныптың математика сабағынан 58-ші сабағын өтетін боламыз. Балалар, біздің арнамызға міндетті түрде подписаться етіңдер, себебі біздің арнамыздан сіздер математикадан басқа қазақ тілінің сабақтарын тегін оқып, өздеріңнің үй жұмыстарыңды жасай аласыңдар, балалар. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 3 таңбалы сандарға бөлу алгоритмі, әлем музейлері. Жаңаны оқып үйрену бөліндісінде нөлі бар 3 таңбалы сандарға бөлу алгоритмін қолдануды үйренесің. Яғни балалар, бүгінгі бірінші есептен бастайық. Есепті орындамай тұрып, бөліндінің мәніндегі цифрлар санын анықта дейді. Балалар, бұл жерде бізде 52.965 бөлу 3 дейді. Бұл жерде балалар, мысалға, біз бірінші 5-тен аламыз, яғни 5 бірінші бөлінгіш болады, толымсыз бөлінгіш болады. Сондықтан бұл жерде балалар бізде 5 цифрдан тұруы мүмкін, сан. Келесі 52.960-ты бөлеміз 32-ке. Бұл жерде балалар біз 52-ден аламыз. Сол себепті бұл жерде бізде 4 цифрлы сан болуы мүмкін мәні, Келесі 52.800-ді бөлеміз 320-ға. Бұл жерде енді балалар бізде 3 цифрлы сан болады. Келесі 142.765-ті бөлеміз 5-ке. Бұл жерде балалар бізде 5 таңбалы сан болады. Келесі 142.750-ді бөлеміз 50-ге. Бұл жерде біз балалар 4 цифрлы сан мәні 4 цифрлы санға тең болады екен. Келесі 142.750-ді бөлеміз 125-ке. Бұл жерде балалар біз 142-ден аламыз, яғни 4 цифрлы санға тең болады екен. Келесі 892.500-ді бөлеміз 2-ге. Бұл жерде балалар бізде 6 цифрлы сан болады, себебі біз 8-ден бастап аламыз, Келесі 892.500 бөлеміз 27-ге. Бұл жерде біз балалар бірінші толымсыз бөлінгішті 89-дан алады екенбіз. Яғни балалар, бұл жерде мәні 5 цифрлы санға тең болады екен. Келесі 892.400-ді бөлеміз 200-ге. Бұл жерде балалар біз 892-ден аламыз бірінші толымсыз бөлінгішті, яғни бұл жерде бізде 4 цифрлы сан шығады екен, балалар. Енді балалар, осы есептердің жауабын қарастырып көрейік. Мысалы, 52.965-ті 3-ге бөлген кезде бізде 17.655 шығады екен, яғни 5 цифрлы сан шықты, Келесі 52.960-ты бөлсек 32-ке бізде 1655, яғни 4 цифрлы сан шықты. Келесі 52.800-ді бөлеміз 320-ға 165 шығады екен, яғни 165 дегеніміз бізде 3 цифрлы сан, Келесі бізде 142.765-ті бөлеміз 5-ке. Біз 5 цифрлы сан шығады дедік, дұрыс бекен? 28.553-ке тең екен, яғни 5 цифрлы сан дұрыс екен, 142.750-ді бөлеміз 50-ге. Бұл жерде балалар бізде 2855 шығады екен, яғни 4 цифрлы сан шықты, яғни 2, 8, 5, 5. Келесі 142.750-ді бөлеміз 125-ке. Бұл жерде балалар бізде мәні 1142-ге тең болады екен, яғни 4 цифрлы сан. Келесі 892.500-ді бөлсек 2-ге бізде 446.250 шығады екен, яғни 6 цифрлы сан шығады екен, Келесі бізде балалар 892.500-ді бөлеміз 20-ға. Бұл жерде бізде 5 цифрлы сан шығады деп тұр. Яғни 44.625, яғни 5 цифрлы сан шығып тұр. Келесі бізде балалар 892.400-ді бөлеміз 200-ге дейді. Яғни, бұл жерде балалар бізде 4.462 шығады екен, яғни 4 цифрлы сан шығып тұр екен, балалар. Бұл есеп бізде дәл осылай шығады екен, балалар. Келесі есеп бізде балалар, екінші есеп. Бірінші берілген бөлу алгоритмін оқы дейді. Екінші берілген бөлуге алгоритм құр дейді. Яғни балалар, бұл жерде бізде екі бөлу амалдары берілген екен, Бірінші бөлу амалына бізде алгоритм құрылған, яғни қалай жасау керектігі құрылған екен. Соның екіншісіне біз алгоритм құруымыз керек екен. Бірінші бөлу амалының алгоритмін оқып алайық, қалай жасалған екен. Бірінші толымсыз бөлінгіш бізде 135, яғни балалар біз 135.270-ті 45-ке бөліп жатырмыз. Бірінші толымсыз бөлінгіш бізде 135-тен аламыз. 135-ті 45-ке бөлемін.
Бөліндінің мәніне цифр таңдаймын. Ол үшін 13 ондық мыңды 4 ондыққа бөліп 3-ті аламын. Тексеремін. 45-ті 3-ке көбейтсек, бізде 135 шығады. Қалдық жоқ дейді. Келесі 2 цифрын түсіремін. 2-ні 45-ке бөлемін. Кіші санды үлкен санға бөлген кезде бөліндіде 0 болады. 7 цифрын түсіремін. 27-ні 45-ке бөлемін. Енді 27-ні 45-ке бөлгенде біз тағы осылай пайымдаймыз. 0-ді бөліндіге жазамыз. 0 цифрын түсіремін, сонда 270 болды. Пайымдаймын. 270-ні 45-ке бөліп, 6-ны аламын. Тексеремін. 45 көбейтілген 6 тең 270. Қалдықты табамын, қалдық 0-ге тең дейді. Бөліндінің мәні сонда 3006-ға тең болады екен, балалар. Келесі енді біз мына екінші бөлу амалының біз бөлу алгоритмін құруымыз керек екенбіз. Мысалы, балалар, біз бірінші толымсыз бөлінгіште 508-ді аламыз. 508-ді 318-ге бөлемін. Бөліндінің мәніне цифр таңдаймын. 500-дікті 300-дікке бөліп 1-ді аламын. Тексеремін. 318 көбейтілген 1 тең 318. Қалдық 190, 190 бізде 318-ден кіші, Енді осы 190-ның қасына 8 цифрын түсіремін. Келесі толымсыз бөлінгіш, сонда бізде 1908 болады. 1908-ді 318-ге бөліп 6-ны аламын. Тексеремін. 318 көбейтілген 6 тең 1908. Қалдықты табамын, қалдық 0-ге тең. Қалған 2 0 цифрлары есептің мәнінің жанына түседі. Себебі 0 санын қандай санға бөлсең де 0 саны шығады екен, балалар. Осылай бізде, балалар, есептің жауабы 1600-ге тең болады екен. Келесі бізде, балалар, үшінші есептеп дұрыстығын тексер дейді. Яғни, балалар, бұл жерде де бізде бөлу амалдары берілген. Осы бөлу амалдарын біз есептеп, жауабы қанша шығатынын табуымыз керек біз. Бірінші бізде, балалар, 135-ні 270-ті 45-ке бөлеміз. Яғни, балалар, бірінші бізде толымсыз бөлінгіш бізде 135-тен алады екенбіз. 135-тің ішінде бізде 45 3 рет бар. Енді 45-ті 3-ке көбейтіп біз тексереміз, сонда бізде 135 шығады екен. Екеуін азайтсақ, бізде 0 шығады. Одан кейін мына тұрған 2-ні біз мұнда түсіреміз, сонда 2 болады. 2-ні 45-ке бөлсек 0 шығады, яғни 0 рет бар деген сөз. Енді 2-ның қасына 7-ні қосамыз, сонда бізде 27 болады. 27-ні 45-ке бөлсек, бұл жерде де тағы да 0 шығады, себебі 27-ның ішінде 45 0 рет бар. Келесі бізде, балалар, 27-ның қасына 0-ді түсіреміз мұна тұрған, сонда 270 болады. Енді 270-ті 45-ке бөлсек, бізде оның ішінде 6 рет болады екен, Енді 45-ті 6-ға көбейтіп қайттан тексерген кезде бізде 270 шығады. Сонда бізде 270-тен 270-ті азайтсақ 0 шығады. Сонда, балалар, бұл есептің мәні 3006-ға тең екен, Келесі бізде, балалар, 454-227-ні бөлеміз 227-ге. Енді, балалар, бұл жерде де дәл осылай шығады. Бірінші толымсыз бөлінгіш бізде 454 екен, балалар? Осы 454-тен аламыз. Енді 454-тің ішінде 227 бізде 2 рет бар екен, Яғни 2-ні түсіреміз. Енді тексереміз. 227-ні 2-ке көбейтсек, бізде 454 шықты. 454-тен 454 азайтқанда бізде 0 шығады екен. Енді мына 2-ні осы жерге, мына жерге түсіреміз. Сонда 2 болады. 2-ні ішінде 227 бізде 0 рет бар. 0-ді түсіреміз, Одан кейін барып, оның қасына тағы да мына 2 келіп түседі. Сонда бізде 22 болды, 22-ның ішінде 227 бізде тағы да 0 рет қана бар. 0-ді түсіреміз. Одан кейін бізде қалдық 22 қалады. 22-ның қасына 7 келіп түседі, сонда 227 болады. Енді 227-ның ішінде 227 бізде 1 рет қана бар екен, Енді 227-ні 1-ге көбейтсек, бізде 227 шығады, екеуін бір-біріне азайтқанда 0 шығады екен. Сонда бұл есептің жауабы бізде, балалар, 2001 болады екен. Келесі бізде, балалар, үшінші 547-300-ді 421-ге бөлеміз. Бұл жерде, балалар, біз бірінші толымсыз бөлінгіштен 547 деп аламыз, 547-ның ішінде, балалар, 421 бізде 1 рет бар екен, 1 рет бар екен. Енді көбейтсек, 1-ді 421-ге көбейтсек,
421-дің өзі шығады екен. 547-тен 421-ді азайтқанда бізде қалдық 126 қалады екен. 126 бізде 421-де кіші болғандықтан қасына 3-ті түсіреміз, иә? Сонда 1263 келесі толымсыз бөлінгіш болды. Енді 1263-тің қасына балалар, 1263-тің ішінде 421 бізде 3 рет бар екен, иә? Енді тексерейік. 421-ді 3-ке көбейтсек, бізде 1263 шығады екен. Екеуін бір-біріне азайтқанда бізде 0 шығады екен. Енді балалар, мына 2-0 мына жерге келіп түседі екен, иә? Себебі 0 421-ге бөлгенде 0-ге тең болады екен, иә? Келесі бізде балалар 439.270-ті бөлеміз 545-ке. Бұл жерде балалар біз бірінші толымсыз бөлінгіште біз 4392-ден алады екенбіз. 4392-нің ішінде 545 балалар бізде 8 рет бар екен, иә? Енді тексеріп көрейік. 545-ті 8-ге көбейткенде бізде 4360 шығады екен. Енді 4392-ден 4360-ты азайтқанда бізде 32 қалдық қалады екен, иә? 32 қалдықтың қасына біз 7-ні түсіреміз, сонда 327 болады. 327 бізде балалар 545-тен кіші, яғни балалар 327-нің ішінде 0, 545 бізде 0 рет бар екен, сол себепті 0 деп жазамыз. Енді 327-нің қасына мына 0-ді әкеліп түсіреміз, сонда 3270 болады. 3270-нің ішінде бізде балалар 545 бізде 6 рет бар екен, иә? Енді 545-тің 6-ға көбейтсек, тексерген кезде бізде 3270 шығады. Енді осы екеуін 3270-тен 3270-ті азайтқанда бізде 0 шығады екен. Яғни балалар, бұл есептің жауабы бізде 806-ға тең болады екен, иә? Келесі бізде балалар 643.284-ті бөлеміз 321-ге. Бұл жерде балалар біз бірінші 643-тен аламыз. 643-тің ішінде балалар 321 бізде 2 рет бар екен, 2 рет бар екен. Енді 321-ді 2-ке көбейтіп тексергенде бізде 642 шығады. Сонда 643-тен 642-ні азайтқанда бізде бір қалдық қалады екен. Бір қалдықтың қасына бізде мына тұрған 2-ні түсіреміз. 12 болады. 12-нің ішінде бізде балалар 321 0 рет бар екен, яғни жоқ деген сөз. Осы 0-ді келіп, мына 2-нің қасына түсіреміз. Келесі, бізде енді 12 қалдық қалды, 12 қалдықтың қасына біз 8-ді түсіреміз. 8-ді түсіргенде бізде 128 болады. Енді 128-дің ішінде балалар бізде 321 тағы да 0 рет, яғни жоқ деген сөз, 0 рет бар екен. Енді бұл жерде қалдық тағы да 128 болып қалады. Енді 128-дің қасына әкеліп, мына 4-ті түсіреміз соңғы. Сонда 1284 болды. Ал 1284-тің ішінде 321 бізде 4 рет бар екен, Енді 321-ді 4-ке көбейтіп тексергенде бізде 1284 шығады. Екеуін бір-бірінен азайтсақ, бізде 0 шығады екен. Сонда бұл есептің жауабы балалар бізде 2004-ке тең болады екен. Келесі бізде балалар соңғы 826.826-ны бөлеміз 826-ға. Енді балалар, бұл жерде біз бірінші толымсыз бөлінгіш ретінде 826-ны алады екенбіз, 826-ның ішінде 826 бізде 1 рет бар екен, Бірді жазып қоямыз, енді тексереміз. Сонда бізде бірді 826-ға көбейткенде 826 шығады екен. Енді 826-тан 826 азайтқанда бізде 0 шығады екен. Келесі бізде 8-ді түсіреміз. 8-ді түсірген кезде бізде 8-дің ішінде 826 0 рет бар, яғни жоқ деген сөз. 0-ді жазып қоямыз. Одан кейін 8-дің қасына мына 2 келіп түседі, 2 келіп түскен кезде 82 қалдық болады. Сонда келесі бөлінгіш, толымсыз бөлінгіш 82 болады. Енді 82-нің ішінде бізде балалар 826 0 рет бар екен тағы да, яғни жоқ деген сөз. Енді бізде қалдық 82 болып тұр. 82-нің қасына мына 6 келіп түседі, сонда 826 болады. Ал 826-нің ішінде 826 бізде 1 рет бар екен, Сонда көбейткен кезде, тексерген кезде бізде 826-ны 1-ге көбейтеміз, сонда 826 шығады. Екеуін бір-бірінен азайтсақ, бізде 0 шығады екен. Сонда бұл есептің жауабы бізде 1001 болады екен, балалар. Келесі есеп бізде балалар 4-ші есеп, өрнектерді жаз және олардың мәнін тап дейді.
А есебінде 29.376 мен 72 сандарының бөліндісін 16 есе арттыр дейді. Ә есебі 55.224 пен 78 сандарының бөліндісінен 87.552 мен 144 сандарының бөліндісін азайт дейді. Келесі Б-да бізде балар 801 мың санынан 39.424 пен 56 сандарының бөліндісін кеміт дейді. Яғни балалар бұл есептер былай шығады екен. Бірінші бізде балалар жақша ішінде 29.736-ны бөлеміз 72-ке, жақша сыртында көбейтеміз 16. Енді балалар 29.736-ны 72-ке бөлген кезде бізде 413 шығады екен, 413 шығады екен. Енді оны көбейтсек 16-ға бізде 6608 деген жауабы шығады екен. Енді келесі ә есебінде бізде балалар жақша ішінде 55.224 бөлінген 78, жақша жабылған, азайтылған, жақша ішінде тағы да 87.552-ні бөлеміз 144-ке. Тең болады бізде балалар. 55.224-ті 78-ге бөлген кезде бізде 708 шығады. Азайту белгісі қойылады одан кейін, мына жерде тұрған. Одан кейін 87.552-ні 144-ке бөлген кезде бізде 608 деген сан шығады. Енді 708-ден 608 азайтылғанда бізде 100 деген жауабы шығады екен. Келесі Б есебінде балалар бізде 801 мың азайтылған, 39.424-ті бөлеміз біз 56-ға. Сонда бізде балалар, бізде бірінші 801 мың жазылады, азайтамыз. Бірінші бізде балалар бөлу амалы орындалады, яғни 39.424-ті бөлеміз 56-ға. Енді 39.424-ті 56-ға бөлсек, бірінші бізде 704 деген мәнге ие болады екен. 801 мыңнан 704-ті азайтсақ, бізде 800.296 деген сан шығады екен, балалар. Бізде бұл есеп дәл осылай шығады, балалар. Жауаптарын қатесіз өздерің дәптерлерге жазып алыңдар. Келесі бізде балалар 5-ші есеп билеттердің құнына қара дейді. Өрнектер бойынша есеп құрастыр дейді. Бұл бізде балалар Қазақстан Республикасының ұлттық музейі дейді, Нұр-Сұлтан қаласында орналасқан. Яғни балалар, бұл жерде бізде ересектер билеті 700 теңге, студенттер билеті 500 теңге және балалар билеті 300 теңге деп берілген екен. Енді балалар, бұл жерде бізде 3 өрнек берілген екен. Сол 3 өрнекке байланысты біз есеп құрастырып жазуымыз керек екенбіз. Енді балалар, бірінші біз мына 300 көбейтілген 17 қосылған 700 көбейтілген 2 өрнегіне есеп құрастырайық. Бірінші бұл жерде балалар, мысалы, бұлай қоюға болады. Италия елінен Қазақстанның Нұр-Сұлтан қаласындағы Қазақстан Республикасының ұлттық музейіне 17 бала мен 2 ересек туристер келген болатын. Бұл музейде ересектерге билет құны 700 теңге, ал балаларға билет құны 300 теңге. Барлығы билетке қанша теңге кетті деген сияқты, Бұл жерде балалар, мысалы, берілгенде бала 17, ересек 2, ересектерге 700 теңге билет құны, балаларға 300 теңге билет құны. Енді бұны шығару үшін біз балалар жаңағы өрнекті қолданамыз, 300 көбейтілген 17 қосылған 700 көбейтілген 2. Бұл жерде бірінші балалар көбейту амалдары орындалады, яғни 300-ді 17-ге көбейтеміз бірінші, 5100 шығады екен. Енді қосамыз, 700-ді 2-ге көбейтсек, бізде 1400 шығады екен, яғни екінші амал мынау болады. Енді 5100 бен 1400-ді келесі қосамыз, сонда бізде барлығы билетке 6500 теңге кеткені белгілі болады, балалар. Бұл есеп бізде осылай шығады. Келесі екіншісі бізде балалар, мысалға айтатын болсақ, бізде студенттер 23, балалар саны 12, студенттерге билет құны 500 теңге, балаларға билет құны 300 теңге деп бердіге. Мысалы, енді бұның шешуін бұлай шығарамыз. 500 көбейтілген 27 қосылған 300 көбейтілген 12. Енді бірінші балалар, бұл жерде де көбейту амалдары орындалады. 500-ді 23-ге көбейтсек, бізде 11500 шығады екен. Оған қосамыз, қосу белгісі қойылады. 300-ді 12-ге көбейтеміз, бізде 3600-ге тең болады екен. Енді балалар, келесі қосу амалы орындалады. 11500-ді 3600-ға қоссақ, бізде жауабы 15100 теңге болады екен, балалар. Бұл есептің жауабы 15100 теңге болады екен. Келесі бізде балалар, үшіншіде, мысалы, берілгенде студенттер 18 деп тұр, балалар саны да 18, студенттерге билет құны 500 теңге, балаларға 300 теңге дейді. Енді балалар, бұл жерде сұрақтары әртүрлі болуы мүмкін, мысалы, шешуін шығаратын болсақ, бізде бұл жерде балалар 500 көбейтілген 18, азайтылған 300 көбейтілген 18.
енді тең болады. Бізде 518-ге көбейтсек балалар, бізде 9000 шығады екен, иә балалар? Ал 300-ді көбейтсек 18-ге бізде 5400 шығады екен. Енді осы 9000-нан 5400-ді азайтсақ, 3600 теңге қалады екен. Сонда бізде балалар, бұл есептің жауабы 3600 болады екен. Енді балалар, бұл жерге сұрақтарыңды өздерің әртүрлі қылып қойсаңдар болады. Немесе мысалға айтатын болсақ, студенттерге қарағанда балалар қанша ақша үнемдейді деген сияқты. Немесе балалар, яғни студенттер балаларға қарағанда қанша ақша артық төлейді деген сияқты өздерің осындай сұрақтарды қойсаңдар болады балалар. Келесі бізде 6-шы есеп математика күнделікті өмірде. Есепті шығар дейді. Музейдегі жәдігерлерді қалпына келтіруші мамандар 12 күн бойы 4 сағаттан жұмыс істеді. Барлық жұмысты орындау үшін 73 сағат қажет. Олар әлі қанша сағат жұмыс істеу керек? Егер мамандар күніне тағы 1 сағаттан артық жұмыс істейтін болса, қалған жұмысты орындау үшін қанша күн қажет дейді. Енді балалар осы есепті шығарып көрейік, иә? Енді балалар 12 күнде бізде 4 сағаттан жұмыс істейді екен. Ал барлық жұмыс сағаты бізде 73 сағат екен, иә? Егер бізде мына 4 сағаттан артық, яғни 1 сағат артық істесе, сонда қалған сағат, яғни қанша күн жұмыс істейді дейді, иә? Қалған сағаттар саны қанша дейді. Енді балалар, бұның жауабын табу үшін біз бірінші 12 күнді 4 сағатқа көбейтеміз, яғни бізге қанша сағат жұмыс істегені керек, иә? 12-ні 4-ке көбейткенде бізде 48 болады. Енді осы 48-ді біз барлық жұмыс сағатынан азайтамыз. Сонда бізде 73-тен 48-ді азайтсақ, 25 сағат қалады екен, иә? Яғни қалған сағаттардың саны бізде 25 сағат екен. Енді балалар, 1 сағатқа артық істесе қанша болады дейді. Қанша күн жұмыс дейді. Ол үшін балалар, біз мына 4 сағатқа біз 1 сағатты қосады екен. Сонда бізде балалар 5 сағатқа тең болады екен, иә? 4-ке 1-ді қосқанда 5 болады ғой. Енді бізде 25 сағат бар, иә? 25 сағатты осы 5 сағатқа бөлген кезде бізде 5 күн шығады екен. Яғни балалар, олар әлі егер 5 сағаттан жұмыс істейтін болса, олар 5 күн жұмыс істейді екен, иә балалар? Келесі есеп бізде балалар, 7-ші есеп, мәтінді оқы, оның ішінен есеп құрастыруға деректер таңдап ал, есеп құрастырып оны шығар дейді. Алматы қаласына 170 километр жерде Тамғалы шатқалында ұзындығы 10 километр, ені 3 километр тасқа қашап салынған 5000 сурет петроглифте бар. Оның 2000 суреті шамамен ұзындығы 500 метр, ені 250 метр аумақты алып жатыр дейді. Енді балалар, бұл есеп бұлай шығады. Мысалы, біз балалар бірінші өзімізге керек ақпаратты алып алуымыз керек, бұл жерден. Тамғалы шатқалында ұзындығы 10 километр, ені 3 километр тасқа қашап салынған 5000 сурет петроглифтер бар. Бір суреттің ауданы қанша деп алатын боламыз. Енді бұл есептің бірінші берілген жазып алайық. Бізде 5000 сурет петроглифтердің ұзындығы 10 километр, ені 3 километр деп аламыз. S1, яғни бір суреттің ауданы қанша деп аламыз, балалар? Енді ол үшін балалар, бірінші біз 10 километрді 10.000 метрге, 3 километрді 3000 метр деп алып аламыз. Енді шешуін шығарайық. Шешуінде балалар, біз 10.000 метрді 3000 метрге көбейтеміз. Сонда бізде 30 миллион квадрат метр ауданы шығады екен, барлық суреттердің ауданы. Енді балалар, бір суреттің ауданын табу үшін біз балалар 30 миллион квадрат метрді 5000 сурет петроглифтерге бөледі екен. Сонда бізде әр сурет петроглифтің ауданы 6000 квадрат метр екенін білеміз, яғни жауабы бізде балалар 6000 квадрат метр болады екен, бір суреттің ауданы. Бізде балалар, бұл есеп осылай шығады. Келесі бізде балалар 8-ші есеп, А және Б нүктелерінен қарағанда бейнеленген суретті тап дейді. Енді балалар, бұл жерде бізде текшелер берілген, сурет берілген, соның оң жағынан, сол жағынан қарағанда, яғни А нүктесінен Б нүктесіне қарағанда қандай бейне беретінін біз табуымыз керек екен. Енді балалар, А нүктесінен қарағанда бізде балалар екінші сурет дәл келеді екен, яғни бұл жерде балалар солдан оңға қарай 1 текше, 2, 3 текше берілген, ал жоғарыдан төмен қарай бізде 1, 2, 3 текше берілген екен. Яғни
бұл мына суретпен дәл келеді екен, иә. Мына жерде 3 текше, жоғарыдан төмен қарай бізде тағы да 3 текше болып тұр. Яғни осы бізде дұрыс деген сөз. Келесі бізде балалар Б нүктесінен қарағанда бізде балалар қандай сурет дәл келеді? Бұл жерде балалар үшінші сурет дәл келеді екен, иә, яғни мына сурет. Яғни балалар бұл жерде сол жағында, ең шет жағында бізде 1, 2, 3 текше беріліп тұр, иә, сол жағында. Содан кейін барып 2 текше болып тұр, одан кейін 1 текше болып тұр. Яғни 3, 2, 1 деп кетіп тұр, иә. Яғни үшінші Б нүктесінен қарағандағы бейне бізде үшінші суретке тең келеді екен, иә, балалар. Бұл есеп бізде осылай шығады. Келесі бізде балалар 9-шы есеп, есептердің шешуін өрнек түрінде жаз дейді. Енді балалар бұл жерде А есебінде музейге арнап N жиектеме әзірленді дейді. Бұл әзірленуі тиіс жиектеменің 2-ден 1 бөлігі. Тағы қанша жиектеме әзірлеу керек дейді. Келесі А есебі пойыз N сағат бойы А км сағат жылдамдықпен қозғалады дейді. Егер межеленген жерге дейінгі арақашықтық Б километр болса, оған қанша километр жүру қажет? Келесі Б, егер билет X теңге және экскурсия жетекшісінің қызметі Y теңге болса, 6 оқушысы музей кассасына қанша теңге төлейді? Келесі бізде балалар, 4-ші бізде автобус 40 км сағат жылдамдықпен Б сағат жүрді. Оған қажетті межеге дейін Д километр жүру керек. Автобус барлығы қандай арақашықтықты жүріп өтуі қажет? Енді балалар, бұл есептерді біз былай шығарамыз. Біріншісі бізде балалар А есебінде N-ді бірінші көбейтеміз 2-ке, одан кейін барып, осы N-ді қайтадан азайтамыз. N көбейтілген 2 азайтылған N болады біріншісі. Келесі А есебінде бірінші балалар Б азайтылған N-ді А-ға көбейтеді екенбіз. Келесі үшіншісі Б-да бізде балалар 6-ны көбейтеміз X-ке, қосамыз Y-ке екен. Бұл есеп бізде осылай шығады. Келесі В-да бізде балалар 40-ты Б-ға көбейтіп, одан кейін Д-ға қосады екенбіз. Осы есептер дәл осылай шығады екен балалар бізде. Қатесіз түсініп, көшіріп жазып алыңдар. Келесі бізде балалар 10-шы есеп. 10-шы есеп тұр көздердегі сандардың орналасу заңдылығын тап дейді. Яғни балалар 34, 37, 40, 43, 35, 38, 41, 44, 36, 39, 42, 45, 37, 40, 43, мына жерде 46 болады екен. Енді балалар бұның қалай орналасқан заңдылығын мен сосын түсіндіремін. Қазір мына жердегі сұрақ белгісіндегі санды тауып алайық. Бірінші 61, 63, 66, 70, 62, 64, 67, 71, 64, 66, 69, 73, 67, 69, 72, мына жерде 76 болады екен. Енді мұның қалай орналасқанын біз тауып көрейік, балалар. Бізде балалар бірінші тор көздерде, яғни мына жерде балалар бізде 3 сан қоса отырып жазылған сандар екен. Яғни 34, оған 3-ті қоссақ 37, 37-ге 3-ті қоссақ 40, 40-қа 3-ті қоссақ 43. Яғни сол сияқты кете береді. 35 қосылған 3, 38 деген сияқты, балалар. Солай 3-3-тен кете берген екен. Келесі бізде балалар 61, 63, 66, 70, яғни екінші тор көздерде 1 және 2 арасында 2, 2 мен 3 арасында, яғни 3, 3 мен 4 арасында 4 сан қоса отырып жасалған сандар жазылған дейді. Яғни балалар 61-ге 2-ні қосамыз 63, енді келесінде балалар 63-ге 3-ті қосамыз 66, 66-ға 4-ті қосамыз келесінде 70 болады екен. Бұл есеп осылай шығады екен. Келесі бізде балалар 11-ші есеп үй тапсырмасы. Енді балалар бізде есепте деп тұр. Бұл жерде бізге 6 көбейту және бөлу амалдары берілген екен. Осыларды шығаруымыз керек. Бірінші бізде 209 көбейтілген 905. Енді балалар бұл жерде бізде бірінші 5-ті 209-ға көбейтеміз. 5 9-ға көбейтсе 45, 45-і түсіп 4-ті ойда болады екен, балалар. 5-ті 0-ге көбейтеміз 0, ойдағы 4-пен 4 болады екен. 5-ті 2-ге көбейтеміз 10 болады, мына жерге 10 түседі, сонда 1045 болды. Енді 0-ді көбейтеміз. 0-ді 9-ға көбейтсек 0, 0-ді 0-ге көбейтсек 0, 0-ді 2-ге көбейтсек 0 шығады екен. Енді келесі бізде 9-ға көбейтеміз. 9-ды 9-ға көбейтсек 81, 1-і түсіп 8-і ойда болады екен, балалар.
Келесі 9-ды 0-ге көбейтеміз, 0 болады. 0-ге 8-ді қосамыз, ойдағы 8 болады екен, е. 9-ды 2-ге көбейтеміз, 18 болады екен. Енді барлығын қосамыз. 5 түседі өзі, 4-ге 0-ді қоссақ 4, 0-ге 0-ді қоссақ 0, 0-ге 1-ді қоссақ 1 болады. 1-ге 0-ді қоссақ 1 болады, 1-ге 8-ді қоссақ 9 болады. Енді мына жердегі 8 саны түседі, 1 саны түседі. Сонда бұл есептің жауабы 189.145 болады екен. Келесі 233-ті көбейтеміз 630-ға. Бірінші бізде балалар 0-ді 233-қа көбейтсек, бізде барлығы 0 шығады, себебі 0 қандай да бір санға көбейтілсе, 0-дің өзі шығады. Келесі 3-ті көбейтеміз. 3-ті 3-ке көбейтсек 9, 3-ті 3-ке көбейтсек 9, 3-ті 2-ке көбейткенде 6 шығады. Келесі 6-ны 3-ке көбейтсек бізде 18, 8-де түсіп, 1-і ойда болады. Келесі тағы да 6-ны 3-ке көбейтеміз 18, 18 ойдағы 1-мен 19 болады, 9-ы түсіп, тағы да 1-і ойда болады екен. Келесі 6-ны 2-ке көбейтеміз 12, 12-ке 1-ді қоссақ 13 болады екен. Енді барлығын қосқанда мында 0 түседі, 0-ді 9-ға қоссақ 9 шығады, 0-ді 9-ға қоссақ 9, 9-ға 8-ді қоссақ 17, 7-сі түсіп, 1-і ойда болады екен. Келесі 6-ға 9-ды қоссақ бізде 15, ойдағы 1-мен 16 болады. 6-сы түсіп, оның 1-і ойда тұрады. Келесі 3, мына жерде ойдағы 1-мен 4 болады екен. 1 өзі түседі. Сонда бізде балалар жауабы 146.790 болады екен. Келесі бізде балалар бөлу амалы 40.803-ті бөлеміз 201-ге. Бұл жерде балалар біз бірінші томсыз бөлінгіш ретінде біз 408-ді алады екенбіз. 408-дің ішінде балалар 201 бізде 2 рет бар екен, Енді тексерек, 201-ді 2-ге көбейтсек бізде 402 болады. 408-ден 402-ні азайтамыз, бізде 6 қалдық қалады екен. 6 қалдықтан қасына келіп, мұна 0 түседі, сонда 60 болады. Ал 60-тың ішінде 201 бізде балалар 0 рет бар екен, яғни жоқ деген сөз. 0-ді түсіреміз мұнан қасына, сонда бізде 60 қалдық қалады, Енді 60 қалдықтан қасына келіп, мұна 3 түседі, сонда 603 болады. Ал 603-тің ішінде балалар 201 бізде 3 рет бар екен. Тексереміз, 201-ді 3-ке көбейтеміз, 603 болады. Екеуін бір-бірінен азайтқанда бізде 0 қалады. Сонда бұл есептің жауабы бізде 203 болады екен. Келесі бізде балалар 826.281-ді бөлеміз 909-ға. Бұл жерде енді балалар біз 8262 бізде бірінші томсыз бөлінгіш болады екен. Енді 8262-ның ішінде балалар бізде 909 бізде 9 рет бар екен. Тексереміз, 909-ды 9-ға көбейткенде 8181 болады екен. Енді балалар бұл жерде қалдық, екеуін бір-бірінен азайтқанда бізде 81 қалдық қалады екен. 81 қалдықтан қасына келіп 8 түседі, 818 болды. 818-дің ішінде балалар 909 бізде 0 рет бар, яғни жоқ деген сөз, 0 келіп түседі. Енді балалар бізде қалдық 818 болып қалды. Оның қасына келіп, мұна 1 түседі, сонда 8181 болады. Ал балалар 8181-дің ішінде 909 бізде 9 рет бар екен, Енді тексереміз. 909-ды 9-ға көбейткенде 8181 болады. Екеуін бір-бірінен азайтқанда бізде 0 шығады екен, яғни бұл есептің жауабы бізде 909 болады екен. Келесі бізде балалар 102.555-ті бөлеміз 265-ке. Бұл жерде балалар біз бірінші томсыз бөлінгіш ретінде 1025 деп алады екенбіз. 1025-тің ішінде балалар 265 бізде 3 рет бар екен, Енді 265-ті 3-ке көбейтіп тексереміз. Сонда бізде 795 шығады. Енді 1025-тен 795-ті азайтқанда бізде қалдық 230 қалады екен. 230 бізде 265-тен кіші, сол себепті қасына біз 5-ті әкеліп түсіреміз, Сонда 2305 келесі томсыз бөлінгіш болады. 2305-тің ішінде бізде балалар 265 8 рет бар екен, Енді 265 8-ге көбейтіп тексергенде бізде 2120 шығады екен. Енді осы 2305-тен 2120-ны азайтқанда бізде қалдық 180 қалады екен. Оның қасына балалар біз 5-ті түсіреміз, себебі 180 бізде 265-тен кіші болады. 5-ті түсіргенде бізде келесі томсыз бөлінгіш 1805 болады. Ал 1805-тің ішінде балалар бізде 265 7 рет бар екен, Енді 265-ті 7-ге көбейткенде бізде 1805 шығады. Екеуін бір-бірінен азайтқанда 0 шығады. Сонда балалар бұл есептің жауабы бізде 387-ге тең болады екен, балалар? Келесі бізде балалар соңғы 242.963-ті бөлеміз 427-ге. Бұл жерде балалар біз
бірінші тоғымсыз бөлінгіш ретінде 2429-ды алады екенбіз, балалар. 2429-дың ішінде 427 бізде 5 рет бар екен, 427-ні 5-ке көбейтсек, бізде 2135 шығады. Сонда қалдық бізде 294 болады екен. Ал 294 бізде балалар 427-ден кіші, сондықтан оның қасына 6-на келіп түсіреміз, сонда 2946 келесі тоғымсыз бөлінгіш болды. 2946-ның ішінде 427 бізде 6 рет бар екен, енді 427-ні 6-ға көбейтіп тексергенде бізде 2562 болады екен. Енді 2946-дан 2562-ні азайтқанда бізде қалдық 384 қалады екен. Енді балалар 384 бізде 427-ден кіші, сондықтан 384-тің қасына біз 3-та келіп түсіреміз, сонда бізде келесі тоғымсыз бөлінгіш 3843 болады. 3843-тің ішінде балалар бізде 427 9 рет бар екен. Сонда 427-ні 9-ға көбейтіп тексергенде бізде 3843 шығады екен. Екеуін бір-бірінен азайтқанда 0 деген сан шығады екен, балалар. Сонда бұл есептің жауабы бізде 569 болады екен, балалар. Балалар, осымен біздің бүгінгі сабақ аяқталды. Міндетті түрге біздің арнамызға подписация етіңдер, қоңыраушаны да басып қойыңдар. Сол кезде сендерге балалар біздің қазақ тілінің және математика сабақтарының жауаптары сендерге көрініп, үй жұмыстарыңды жасап, сабақтарыңнан 5 ала аласыңдар, балалар. Сендерге сабақта сәттілік тілеймін. Келесі кездескенше сау саламатта болыңдар.